Көбі қиналып жүрген тақырып тригонометриялық теңсіздік. Қазір оны қысқа уақытта шығарып көрсететін боламын. Есептің берілгені синус 2х үлкен немесе тең 2-ден 1-ден дейді. Шығарудың ең жеңіл тәсілі ол шеңбер әдісі. Не істейміз? Шеңбердің бойынан 2-ден 1-ді белгілей аламыз, y-тің бойынан. Және бізде теңсіздік белгісі 2-ден 1-ден үлкен деп тұр. Ендеше үстіңгі жағын бояймыз. Енді боялған аймақ біздің есептің жауабы болады. Оны аралық түрінде жазу үшін басталған нүктесінен соңғы нүктесіне дейін, яғни басы мен шеткі нүктесін жазатын боламыз. Бастапқы нүктесі π/6 плюс 2 пика, соңғы нүктесі 5π/6 плюс 2 пика. Біз оны қайдан білдік? Ол тригонометриялық теңдеуді шешу кезіндегі формуладан анықталды. Әрі қарай бұл бізде x-тің мәні емес, бұл бізде 2x-тің мәні. Ендеше 2x-іміз осы екі аралықта жатса, ары қарай екі жақты да 2-ке бөлеміз. Сонда бізде x-іміз берілген аралықта жатады екен. Тақырып түсінікті болса, лайк басып, комментарийге келесі қай тақырып түсіндірейік, соны жазып кет.